Представьте, прыгнул ты в прошлое. Это прошлое превращается в будущее. А твое прошлое настоящее превращается в прошлое. И его уже никак не изменить новым будущим. Вот именно. То есть назад в будущее это чушь собачья? Вот, примерно осылай біз түсінеміз. Я past perfect. Представь. Былай, қараңыздар. Past perfect деген, яғни өткен шаққа дейін, өткен шақ бар бізде, иә? Допустим, past simple немесе past continuous. Вот өткен шаққа дейін болып кеткен іс-әрекет. То есть, біз білеміз ғой, что present perfect'ің нәтижесі, результаты осы кезде көрінетін болса, past perfect'ің результаты өткен шақта көрінеді. Яғни, какой-то бір past simple болған кезде, немесе past continuous болған бір точкада. Главный результат кеше белгілі болды. Или алдың күні. Давайте қарастырайық. How to make sentence. Бірінші сөйлем құралын қарастырайық. Яғни, әрине, как всегда бізде бірінші subject тұрады, одан кейін had тұрады. То есть бізде present perfect have has тұрса, past perfect had тұрады. И әрине, мен айттым ғой өткен сабақта perfect болған жерде етістіктің үшінші формасымен ed. Болымсызда hadn't, етістіктің үшінші формасы ed, және сұрау болғанда had. Енді қарайық. Қалай түсінеміз өткен нәтиже бұрын болған результат деген. Мысалы, мынау бізде уақыт. Я? Мынау міне дәл қазір. Дәл қазір не болады? Дәл қазір мен мысалы сіздерге сабақ беріп жатырмын, я? I am teaching. Вот. Ал давайте кеше не болды? Мынау міне өткен шақ болсын. Past continuous болсын, мысалы, я? Кеше, yesterday at 5 o'clock. Кеше сағат 5-те. Мынандай нәрсе болды. Допустим, так не десек болады. I couldn't call you. Вот. Мен кеше саған звондай алмадым. Бұл кеше болған нәрсе, past continuous емес, допустим, past simple екен, но past simple. Вот, қараңыздар, мен кеше саған звондай алмадым. I couldn't call you. И вот бізде самое начало, міне, мына жақ басы, бұл всегда past perfect болады. Қалай сонда past perfect? Потому что, вот міне мен саған звондай алмағанға дейін, мына кезде someone had stolen my phone. Кто-то украл мой телефон. То есть, қараңыздар, мына кезде бірінші болған іс-әрекет, я? Осындай іс-әрекет болды, то есть, біреу мен телефонымды ұрлап алды, и результат, нәтиже, result, кеше болды. Мен кеше саған звондай алмадым. Ал бүгін, мысалы, мен I have a new phone, допустим. Қазіргі кезге пофиг бізге. Не болатыр, қалай болатыр, без разницы. Главное, маңызды нәрсе, ол кеше болған нәрсе. Түсінікті ма? Окей. Мысалы, мынандай нәрсе. Бізде всегда былай қараймыз. First action, бірінші іс-әрекет, ол бізде past perfect. Second action, кеше болған зат, кешеге дейін болған зат қой. Ол бізде, так, допустим, past simple, немесе past continuous. Сонда қарай. Мысалы, сағат, ладно, қазір біз әлі мысалдарды қарастыратын боламыз. Міне мысал, я? Арыстан онлайнның студенттері, вечеринка жасайын деп жатыр. Короче, барлығы 120 плюс алды, ентін тапсырып бітті. Давайте, короче, бәрін Алматыда жиналайық дейді. И Алматыда вечеринка жасаймыз дейді. И, айтады, давайте Ерасылды шақырмаймыз деп, Ерасыл ұнамайды бізге. Вам же он тоже не нравится, да? Давайте мы не будем его приглашать дейді. Бәрі давай дейді. Сөйтіп, бәрінен тығып вечеринка жасайды. Сөйтсе, Ерасылға Амин айтып қойыпты. Ерасыл, білесің ба, вообще-то бізде ертең вечеринка болады деп, біз өзіміз жиналып жатырық, Арыстан онлайн болып 120 балғандар деп.
Ерасыл андай намек түсінбейді, что оны ұнатпағандықтан, оны қаламағандықтан шақырмады деп, иә. И Ерасыл такой, окей дейді да, мен барамын дейді. Сөйтіп KFC-ға кіреді, короче, Friends Box сатып алады да, қолына бір KFC-ні алып вечеринкаға келатыр. Жолдан Ерасылды Фариза көріп қалды да. Күрейініш, Ерасыл келатыр ма не дейді да. Тез асығып барады вечеринкаға келіп. Достар, ана жақта Ерасыл келе жатыр, блин дейді бәрі. Фу дейді да. Давайте бәріміз кетіп қалайық дейді. Сізмен бәрі давай короче, басқа жаққа ауысып кетейік, иә, клубқа барайық дейді да. Все дейді да. Барлығы артқы есіктен қашып кетеді. Сөйтіп Ерасыл келеді. Қазір Ерасыл андай үйде андай киіммен душтың астында тоңдырып тастаған өткен күні деп отыр. Ну, это кеше болған нәрсе, алдында болған нәрсе. Ерасыл келсе, бәрі кетіп қапты. Үй пустой, иә. Сосын Ерасыл жылап, ана жақта, это его слезы. KFC-ін жеп отыр. Сол кезде, Ерасыл не болды десе, ол айтады. Yesterday, I went, past simple, yeah, to a party. Ну, емес задейші, потому что бізде белгілі қандай пати екен, иә, вечеринкаға. Кеше мен вечеринкаға бардым дейді. Енді мынандай сөйлем қарайық. When I came to the party, everyone had already left. Бәрі уже кетіп қапты. То есть қараңыздар. Кеше Ерасыл сағат кешкі 9:00, 9 p.m. иә, кешкі. Ерасыл came. Ерасыл келді. 8, допустим, 40-та, иә, бәрі Ерасылдың келе жатқан. Everyone had left. 8:40-та бәрі кетіп қалған. Сонда бірінші әрекет қайсы болды? Бірінші, әрине, бізде 8:40-та бәрі кетіп қалды. Екінші әрекет, сағат 9-да Ерасыл келді. Түсіндік қой? Енді Ерасыл бүгін еще бұның бәрін больницада айтып отыр, себебі еще KFC просроченный болып қапты. Вообще андай, Ерасылға не везет. Зато Ерасыл 135 алды деп. Кішкене андай, құлақтан тебе салайық деп. Короче, сонда ситуация қандай? Қараңыздар. 8:40-та барлығы кетіп қалады. Сонда бізде, давайте мынандай уақытты сызайық, иә. Мынау бізде уақыт. Мынау міне қазір Ерасыл больницада отыр, иә. Міне 8:40-та барлығы кетіп қалды. 9:00-да Ерасыл келді, иә. Ерасыл келді. Бәрі кетіп қалды. Сонда бұның барлығы не? Бұның барлығы өткен шақ. Дұрыс қой? Яғни Ерасыл келгені де кеше, барлығының кетіп қалғаны да кеше деген сияқты. Окей? Так. Сонымен, мына нәрсе түсінікті болды ма? То есть, видите, мына нәрсе әрекет осыған дейін болды. Бірінші бізде бәрі кетіп қалды, оның Ерасыл келді. Бірінші әрекет бізде всегда past perfect болды. Но бұның барлығы бастысы өткенде болды, бұрын болды. Окей? Біз қазір тағы да қарастыратын боламыз. Допустим, мынау бізден Фариза болсын. Мынау Фариза. И Фариза бізде қолына мысық ұстап алған. И when Fariza came home yesterday, there had been a protest. Yeah? То есть кеше Фариза келген кезде, ол жерде уже протест болып жатыр екен, иә. Фаризаға мысық жегізбейміз деген сияқты. Вот осындай тема.
То есть немесе біз былай айтсақ болады еще. Тағы да не деп келсек болады. When Fariza came home, every there had been people. Нет. Давайте. When Fariza came home, there had been people. Біз былай жазсақ болады. Who were protesting. Жоқ, давайте былай. Фантазияда ойнамай жатыр. Cat saving campaign. Had protested. Вот. То есть кеше Фариза үйге келсе, қолында очередной мысығын ұстап, иә. Адамдар протестовать етіп тұр екен. Cats lives matter, иә. Там мысықтарды қорғаймыз, Фаризаға мысық жегізбейміз деген сияқты. Вот осындай тема. То есть главное, что Фариза қазір айтып отыр да, бір қолында вилка, бір қолында қасық дейді. Прикиньте, кеше үйге келсем, мына жақта не деші еді, волонтерлар, иә, жануарларды қорғайтын, маған протест жасап тұр ғой. Мен келсем, то есть айтып тұр, қазір ол ужин ішіп отыр да, кеше келсем, протест болып жатыр. Окей, біз түсіндік. Давайте мысалдарға қарайық. Более адекватный мысалдар. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. Хорошо. Мына жерде мынандай нәрсе, break into, вломиться. То есть андай ұрлықшылар ғой, көбінесе вломиться. Хорошо? Сонда қараңыздар. Когда мы пришли домой прошлой ночью, мы поняли, что кто-то вломился в наш дом, в квартиру. Мына нәрсе, қарайық. No, past simple. Дұрыс па? И біз келгенге дейін біреу ұрлық жасады ғой. Дұрыс па? Қарайық тағы да. Karen didn't come to the cinema with us. She had already seen the movie. То есть Karen кеше қалай что-то фильм күшті болды ма? Монахиняға барыңдар ма? Я бірақ бізбен Karen бармады дейсің. Неге бармады? Себебі ол оған дейін көріп қойған. То есть біз фильмді кеше көрдік, а Karen, допустим, алдыңғы күні көрді. То есть кешеге дейін көріп қойған, окей? Давайте сіздер тоже өздеріңіз бір мысалдарыңызды жазыңыздар. Мысалы, мына жақта Жакон жақсы. When I came home, my mom had already left. То есть мен үйге келсем, мама уже кетіп қапты. Жақсы мысал. Давайте өздеріңіз тоже мысал жазыңыздар чатқа. The people sitting next to me on the plane were nervous. They had never flown before. То есть қараңыздар. Люди, которые сидели возле меня, были нервными, то есть беспокоились. Это past simple. Себебі олар оған дейін, допустим, мен кеше ұштым. Кешеге дейін ешқашан ұшпаған самолетта. Но бүгінге қарағанда олар уже ұшты. Дұрыс па? Абай past simple сізде past perfect. Past simple жасай береміз. Но не үшін мен сіздерге past simple'ды қойып жатырмын, чтобы вы понимали, past perfect'тің қашан қолданатын. Пример, не қанат хотя бы Google переводчик қолданып көріңіз. Просто мен, чтобы past perfect өзі тұрса, он не показывает, что именно было past perfect. Нам нужно показать, что было какое-то прошлое действие, и что какое-то действие происходило до этого прошлого действия. Орысша түсіндіріп кеткенсің ғой. Что өткен жақта бір іс-әрекет болды, и оған дейін бір іс-әрекет болған көрсету үшін ғана біз past simple'ды қойып жатырмыз. А так вы можете тупо past perfect. Допустим, я могу сказать I had seen her. Все. Я ее видела. На деле я имею в виду, что я ее видела до этого. When I came home yesterday, my brother had eaten my food. Өте жақсы, иә. Мен кеше үйге келсем, ағам уже тамағын жеп қойыпты. When I came home'нан басқа давайте делать. When I came home, I found that I had lost all my notebooks. Өте жақсы мысал, иә. То есть мен үйге келем, сөйтіп рюкзагымды тастайсам, рюкзагым жеп-жеңіл. Шай ішема десем, сөйтсем бүкіл дәптерлерімді жоғалтып алыппын автобуста. Мен бүгін күні бойы шаршадым, себебі сабақ жасадым дейді. Егер сіз бүгін шаршап тұрсаңыз, это қазіргі кез ғой. Онда сіздікі present perfect болады. I am tired because I have studied all day. Но егер сіз кеше шаршаған болсаңыз, I was tired yesterday, yeah? I was tired yesterday. Because I had studied.
То есть мен кешеге дейін оқыдым, иә? Вот. When I come school емес, when I came school. Ешкім, nobody had come десең болады, иә? То есть, когда мен кеше мектепке келдім, ешкім келмеген, иә? When I went to school last day, my teacher had been there. Келеді, иә, когда мен кеше барған кезде, мұғалім уже сол жақта екен. When I make емес, өткен шақ, достар, өткен шақты қояйық. Не видите, мен мына жерде got home, didn't come, were деген сияқты past simple'ды қойып отырмын ғой. Сонда when I make cakes емес, when I made cakes. Фариза eating my cake. Жоқ. Сіз байтысың болады. Айнұр, мысалы, when I was making cakes, то есть өткен шақта мен қайда cooking cakes, немесе жасап, когда мен торт жасап жатқан кезде, Фариза had eaten my cat. Фариза мен мысығын жеп қойыпты, иә, пока мен торт пісіріп жатқанша. When I gone to the party, gone емес, етістіктің екінші формасы. Достар, past simple. When I went to the party had been finished yesterday. Yeah. Мен кеше вечеринкаға барсам, уже бітіп қапты, иә. When I came to school, my friend had gone. Жақсы. When we got shop last night, we found that somebody had the golden dress. Somebody had это past simple тұр, vanilla деген. Somebody had десең болады. Хорошо? Потому что, смотрите, бізде have деген етістік бар ғой, иә? Мысалы, I have a cat. Бұл present simple. I had a cat. Бұл past simple. I have had a cat. Бұл present perfect. Және I had a cat. Екеу қойғамыз, видите? Потому что етістік үшінші формада болу керек қой. Бұл past perfect, окей? When I came to school, my best friend hadn't gone, ладно, хорошо, тоже болады. Hadn't come деген дұрыс, окей? When I was at... Так, мына жерде мен біразын тастап кеттім ғой. Так, my best friend didn't came with us because she had a problem. Вот Жакон мына нәрсе ғой. She had a problems, да? То есть, I have a problem, I have a problem, I had a problem, I have had a problem, және I had a problem. Сонда, my friend had problems. Так, Әсел didn't eat cats in the restaurant because she had already eaten. Жақсы, Зере, молодец. I was at a wedding yesterday and I am tired. Жоқ, I'm going to rest today. Дари кош деп тұр, иә? Past perfect пен past simple жатамыз. Past perfect формуласын еске түсіріп отырайықшы. Subject, had, етістіктің үшінші формасы. Сізде сөйлеміңізде had деген нәрсе мен вообще көріп тұрған жоқпын. Окей? When I came to school, my best friend hadn't gone. Оқыдым. When I sat to the bus, I recognized that I had forgotten. То есть, когда я села в автобус, я поняла, что я забыла. То есть, мен бірінші түсініп қойып, потом ұмытып кетпеймін ғой. Мен сначала ұмытып кетемін, потом түсінемін сол нәрсені, иә? He was tired at work because he hadn't slept all night. Жақсы мысал. When I was eating KFC, Расул had cried about Арыстан party. Жақсы мысал, өте жақсы мысал. Апай, сіз жазып жатқан жер көрінбейді, ол жерге жазыңызшы. Ойбай. Вот мне. I have a problem, present simple. I had a problem, past simple. I had a problem, I had a problem. Бұл бізде past perfect. Так, when my mom took me KFC, I had a dinner. Дұрыс, жақсы. When I went to home, my brother had already eaten my banana. Жақсы. While I was walking to the bus stop, the bus had already left. Жақсы, молодцы, мысал. Так, хорошо. Идемте дальше. Енді қарайық. Present perfect пен past perfect'ің разницасы қандай? Қарайық. Ерасыл is happy now because he has eaten KFC. То есть, Ерасыл, ол қазір бақытты. Жазайын. Ерасыл қазір бақытты, потому что ол KFC жеді. Жақсы ма? Ал Ерасыл was happy yesterday. Я, то есть, ол кеше бақытты болды. Потому что ол оған дейін
кивси жеді. Мынау present perfect, мынау past perfect. Бірінші ситуация ол былай. Міне, мынау қазір, иә? Мынау өткен шақ. Өткен шақтағы бір кивси жеуі, иә? И мына нәрсе міне қазірге әсер етіп тұр. Ой. Қазірге әсер етіп тұр. Екінші ситуация. Мынау міне қазір. Мынау өткен шақ. Өткен шақ. А мынау вообще оған дейін болған. Past perfect. Past perfect. И мына нәрсе уже өткен шаққа әсер етіп тұр. Түсінікті ма? Present perfect пен past perfect түсіндірсіздер ғой разницасын, иә? Бір-екі мысал жазып көріңіздерші осындай. Бірдей сөйлем, но просто результатын, result. Мына жерде результат қазір, result now. А мына жерде результат қашан болды? Result yesterday. Вот, бірдей сөйлем, но просто результаты өткен шақта и осы шақта болған. Жақсы ма? Давайте сіздер мысал жазып көріңіздер, біз ары қарай жылжимыз. When my mom bought a new bag, but she had stolen. То есть, мен мамам жаңа сумка сатып алды и соны ұрлап алды ма? She had left it somewhere. И она где-то забыла его. Хорошо, сіздер мысал, when I was reading book, my mom had eaten cats. Жақсы, иә. Мына жерде видите, именно результатын қазір көрсетеді, present perfect. И результаты кеше көрінген, past perfectке мысал келтірейік. I'm happy right now because I have eaten my favorite food. Өте жақсы. И тура осылай айтасыз, I was happy yesterday because I had eaten, yeah? Jenna is sad now because she has watched movie, yeah? Жақсы, жақсы. Jenna қазір бақытты, себебі ол фильм қарады. I'm so tired. Так, one Pedro in my class had stolen my pants, дейді. Сделаю вид, что я ничего не поняла. Ну, айтасыз, типа, сізге результат керек, результат. So, I couldn't write my lecture, десеңіз. Поэтому я не смог написать свои лекции, десеңіз болады, окей? Хорошо, давайте біз ары қарай жылжи берейік, иә? I was sad yesterday because I had sick. I had been sick, десеңіз болады. Так, I was so tired yesterday when I had written. I was studying. Кеттік, ары қарай sequence of time. Сіздер мынаның переводымен өздеріңіз жазып алыңыздар. Sequence of time деген не? Sequence это қиылысу. Қиылысу деген сонда қалай? Яғни ағылшын тілінде бізде кейде, вот жаңағы мен сіздерге past simple мен past perfect мысал келтіріп жатырмын ғой, ол нәрсе қиылысу деп келеді. Тестта сіздерге обязательно sequence of times деген келеді. Яғни бір сөйлемде бірнеше шақ кездеседі, әртүрлі шақтар. Ол қандай жағдайда болады? Біріншісі, two actions were happening at the same time. То есть екі іс-әрекет бір уақытта болып жатты. Екі іс-әрекет қатар, параллельно болады, иә? Онда біз past simple немесе past continuous қолданамыз. Помните, мысалы, ладно, қазір мен мына жер мысалдары бар, иә? Екіншісі, one action happened before another action. Бұл жаңа түсіндірген нәрсе. То есть бір іс-әрекет басқа бір іс-әрекетке дейін болған нәрсе. Ол кезде past perfect қолданамыз. Және when we talk about future in the past. Future in the past деген ол қалай? Давайте мен сіздерге осыны түсіндіріп берейін. Мысалы, мен қазір армандап отырмын. Достар, қазір. I will be rich. Я буду богатой. I will marry Димаш Адлет. Мен Димаш Адлетке күйеуге шығамын. I will live in the USA. Мен США-да өмір сүремін. I will have a Lamborghini. Менде Lamborghini болады. То есть мен қазір болашақ туралы айтып отырмын. Қазір я имею право болашақ туралы айтамын. Но давайте мен айтамын. When I was child, I thought, когда я была ребенком, я думала, өткен шақта, когда я была ребенком, yeah? When I was child, I thought that I would, допустим, мен қазір 23-темін, иә? Мен бұрында ойлайтын. Короче, 23 жаста мен уже 2 балам болады. Өзімнің Camry 70-кім болады. И двухэтажный коттеджім болады деп ойлайтынмын. Вот, успех болады деп ойлағам. Но қазір налейте мне 50 граммов отро. Вот сонда мен айтамын. When I was child, I thought, когда я была ребенком, я думала, что у меня будет, что у меня будет машина, that I would have a car. То есть болашақта
когда мен болашақ туралы қазір емес, болашақ туралы өткен шақта сөйлеп жатыр. Мен қазір оны түсіндіремін. То есть, когда о будущем мы говорим в прошлом. То есть, не сейчас. Допустим, я там, I think I will live in Paris. Я сейчас думаю, что я буду жить в Париже. Last year I thought that I would live in Rome. В прошлом году я думала, что буду жить в Риме. Кеттік міне жаңағы мысал. I knew that деген қою не обязательно, okay? I knew that he was playing tennis and didn't want to disturb him. Я знала, что он играл теннис. Я не хотела ему мешать. То есть, қараңыздар, бұл нәрсе параллельно болып жатыр, иә? То есть, мен білдім, что мен білген ситуация, мен білдім, что мен білген ситуацияда, біліп тұрған ситуацияда, параллельно тура сол уақытта ол теннис ойнап жатты. Я знала, он играл теннис. Екеуі бір уақытта отыр, окей? Сол үшін, когда мен мына жерде past simple қолданып тұрмын, I knew, yeah, that he was playing. I know that he was playing болмайды, потому что мен қазір білемін, но мен қалай кеше болып отқан нәрсені қазір білемін деген сияқты нәрсе. Ол туралы қазір түсіндіремін. I thought he had already seen that movie. Я думала, видите, мен ойладым өткен шақта, что оған дейін он давно посмотрел этот фильм. И I knew that she would become rich. То есть, қандай болады ғой? Мен қараймын да. Мен білдім осыдан бірінке шығатынын ғой. Я же говорила, что она станет такой классной. Я же говорила, что она выиграет деп, иә? Мен бұны жеңетінін білдім. То есть, мен айтырмын, что мен кеше білдім, оның ертең жеңетінін. То есть, мен кеше ванговать еттім. Мен болашақ туралы кеше сөйлеп жаттым. Сейчас я вам объясню. Так, минут. Қарай, sequence of times'ты мен былай түсіндіргенді өзім жақсы көремін. Бізде бір сөйлемдер, то есть сөйлемдер бізде жалпы 3 шақта болады. Өткен шақтарда past tenses, осы шақтарда present tenses, present continuous, present perfect, present simple. Және болашақта. Енді қарай, мен айтамын, что past tense ол бізде черт. Ол черт, ол чмо, ол лох, ол лузер, ол шестерка. Тағындай сөздер бар. Шестерка деген ол барып кел, шауып кел, иә? Барып кел, шауып кел, жүрсі. Кел, шауып кел. Бір сөзбен ерасыл деп, қалжыңдайым. Черт, чмо, лох, лузер, шестерка, барып кел, шауып кел. Бишара, жақсы, бишара. Тағы да не дейміз? Тағы да қандай сөз бар? Мен просто мынандай сөздер қолданбаймын. Так, беш деймін. Лузер, шестерка, барып кел, шауып кел, бишара. Шлей енді мақұлық емес енді. Бір сөзбен, короче, черт. Вот. Past tenses черт. Ол жерге не кіреді? Ол яғни past simple кіреді, оған past perfect кіреді, оған бізде past continuous кіреді, оған бізде future in the past кіреді, future in the past. Ол жаңа would деген нәрсе, иә? Вот. Past perfect continuous. Неге черт, чмо? Ну ладно, давайте. Present tenses бізде кім деп ойлайсыздар? Вот past tenses ол бізде черт, чмо, лох, шестерка, ешқандай сөз өтпейтін сондай. Ал present tenses не екен білесіздер ма? Present tenses деген бізде pick me girl. Pick me girl танисыздар ма? Pick me girl деген қандай болады? Немесе popular girl, популярный қыз. Popular girl. Андай, американский фильмдардағы черлидершалар болады ғой, жігіті капитан команды. На Pick Me Girls болады, которая я дружу с мальчиками, потому что они меня лучше понимают. Женской дружбы не бывает. Или андай, давай померим ладошки. У тебя такие большие ладошки. Или тогда не дейді. Ты любишь футбол? Я тоже. Рональдо играет за Қайрат, да? Деп сондай. Андай ударын вниманиясына, вообще барлығы не только ударын, көбісінің вниманиясын жақсы көретін, иә? Андай сондай қыздар, которые келеді. Привет, что ты делаешь? Вау, это так классно. Я тоже люблю играть в CSGO, да? Это же как Sims, да? Деп отыратын вот сондай. Фу десеңші бір фу демейін да, өздерің сондай қызға андай деп қаласыңдар ғой. Вот.
жігіт оны жақсы көрмейді бірақ деймін. Вот present tense of pick me girl. Енді мынандай ереже бар. Қандай ереже? Американский фильмдерді көрсеңдер, андай бір столда, мынандай столда черттар отырады. Пасттар, пастим, андай ботаниктар, андай өстіп кітаптарын құшақтап алған, өстіп очкиларын көтеріп, шаштары май-май. Мына столда бізде жаңағы pick me girls, андай күшті қыздар отырады. Мына черттар, олар ешкіммен араласпайды. Олар чмошниктар. Олармен ешкім дос болғысы келмейді. Олар өздерімен өздері жүреді. Олар бір-бірлерінің қастарында жүреді. Олар жаңағыдай бір-бірлеріне поддержка беріп, олар чмошниктар. Вот past tenses, ол қалай, достар, тыңдайық. Past tenses бір сөйлемде егер бір past'тың, там past simple, past continuous біреңке болса, сөйлемнің ар жақ бөлігі тоже past болады, достар. Тек қана past. Олар бір-бірімен ғана дос болады. Вот, осындай ереже. Ол тек қана past. В то время как present деген бізде popular girl ғой. Present кейде андай келеді да. Presenттар олар кішкене андай болады ғой, и оларға үй жұмысын жасап беру керек, біреу проектін жасап беру. И сол кезде олар келеді да, pasttарға келеді типа. Привет, тебе. Знаешь, у меня такая проблема с математикой, деп, можешь мне, пожалуйста, помочь, деп. И өзінен кринж таватырмын. Вот, то есть презенттар олар барлығымен дружить етеді. Поэтому олар popular girl, яғни ол бәрімен келіп, барлығымен күшті араласады. Олар келеді де, үй жұмысын жасату үшін пастпен араласады. Олар өздерінің компашкасында жүреді. Present деген жаңағы present simple, не бар? Present continuous бар бізде. Тағы да не бар? Present perfect'тің өзі, present perfect. Ол тоже present'тармен тусить етеді. Хотя present perfect өзі бұрын чмо болған, просто өткен шақтан ғой, но все-таки ол present. Атында present деген бар. Вот. То есть present'тар олар келеді де, өткен шақпен де жүре алады, болашақпен де жүре алады. Давайте мен сендерге мысал ретінде мына жаққа жазып көрсетейін. Допустим, when I saw him. Вот қараңдар, ойбай, him деп қой. Когда я его увидела, паст қой. Вот мынаған мен ешқандай болашақты қоя алмаймын, потому что бұлар чмо, бұлар өздері жақындай алмайды present tense'қа. He was studying. Он учился, видите? Past simple, past continuous. Тура осы сияқты мен айта аламын, допустим, when I saw him. Так, when I saw, ой, ё-моё. When I saw him, he had stolen my phone. Когда я ее увидела, он украл мой телефон. Дейікші, Когда мен оны көрген кезде, ол менің телефоным. Видите, тоже өткен шақ, had stolen деп. I thought, тоже өткен шақ. I thought. I would become rich. Вот. Мынаның барлығы бізде өткен шақ. В то время как present tense келеді. I see him. Давайте бай. I see him when he plays tennis. Я вижу его, когда он играет в теннис. Бұл осы шақпен, Өткен шақпен қалай келтірсем екен? I like him because, я люблю его, мне нравится. He helped me yesterday. Вот видите? He helped. Ё-моё. Так, helped me yesterday. Вот. Мне нравится, I like him деген present қой. He helped me yesterday. Видите? Өткен шақта болады. Но мен айтамаймын ғой, мне он вчера понравился, потому что он мне сегодня помог деп. Жоқ, себебі мен енді ванга емес қой, бүгін не болатын. Түсінікті ғой, Ойбай, не болатын мына жақта. Вот, present пен past бойынша түсінікті ма сіздерге, что past олар бізде черттар, олар тек бір-бірімен ғана тусить етеді, в то время как present барлығымен. Ал future не? Future ол бізде Қазақстан болашағы десең, құдай сақтасын. Future tense это бізде воображаемый друг.
воображаемый друг или не десек болады. Воображаемый друг. Неге? Потому что future не существует. Болашақ жоқ. Біз болашақта сөйлей алмаймыз ғой. Дұрыс па? Біз болашақ жайлы қазір сөйлей аламыз. Біз қазір тұрып, вот сейчас я могу сказать, завтра я буду на Мальдивах. Вот, мен қазір болашақ. А мен қазір енді логически ойлаңдаршы, мен болашақта бірдеңе деп сөйлей аламын ба? Жоқ. Неге? Себебі его не существует. Сендер ертең бірдеңе айтыңдаршы, вот қазір отырыңдар, ертең бірдеңе деп айтыңдаршы. Не получится. Сендер не айтсаңдар да, сендер оны қазір айтыңдар. Сендер бір нәрсені кеше айта аласыңдар, сендер бір нәрсені бүгін айта аласыңдар. Түсінікті ма? Сонымен бізде past ол бейшара, черт, чмо, лох. Present ол pick me girl, я, бәрімен туситеді, потому что present келіп futureмен тоже туситеді ғой, я. I think ол present, я. I will help you. Видите? Тоже болашақпен келіп тұр. Я думаю, что я тебе помогу. А мынау нәрсе не существует, оған мен ештеңе келтіре алмаймын. Түсінікті болса, давайте так, біздің мына жерде біз дұрыс вариантын таңдауымыз керекпіз, я? Choose the necessary tense of the verb. Варианттар беріліп тұр, яғни басқанше мынау tenses туралы, я? Так, he said. Қарайық, бізде said өткен шақ болып тұр. Значит, he is staying па или he was staying па? Логично ойланып көріңдерші. Әрине, future не существует, прямо как низкая самооценка у меня пойдено. Базар. Так, я әрине, дұрыс ответ was staying болады. Себебі өткен шақ, я? Кеттік. They realized that they realized болып тұр. Lost па или had lost па? They way in the dark. Они поняли, что они потеряли свою дорогу. Бұл жерде қараңыздар, сөйлемді түсіну маңызды емес, қажет емес сөйлемді түсіну, потому что біз структурадан көріп тұрсақ, таба аламыз. Had lost, әрине, потому что өткен шақ, я. He asked me where. Видите, asked деп тұр. Өткен шақ, значит, where I study ма или where I studied па? Where I studied, я. I thought that I should finish my work at that time. I thought. Өткен шақ болып тұр. I thought that әрине, I thought that I should finish. Я, молодцы. He says. Опа, he says деп тұр. He works или he worked at school 2 years ago. 2 years ago деп тұр бізде. He says he works или he says he worked 2 years ago. Я. Бізге на 2 years ago дегенге вообще пофиг, плевать, забудьте, керек емес. Главное, he says қой, мынау present қой, значит, he works болады. Окей? Мен мынау әдейсіздерді алдадым, шатастырдым, years ago'ны қарап, это past деп ойлап қалсын. Пофиг. Главное, он говорит, мына нәрсе маңызды бізде. Ертең reported speech өтеміз, сол кезде осы нәрсе маңызды болады. Victor said, he is very busy, или he was very busy. Әрине, he was very busy. My friend asked me who is playing, немесе who was playing the piano in the sitting room. Asked me. Әрине, who was playing, я? Мен уже қайсына жауап беріп отқандарын смысл түсініп отқан жоқпын. He said he will come, или he would come to the station to see me off. He said he would come. Дұрыс па? Молодцы. I was sure he posted, немесе he had posted, they were, опа. На жерде posted, еще had posted, екеуі де өткен шақ болып тұр. Нам уже нужно логически қоямыз, я? Он был уверен, что он отправил уже. Әрине had posted, past perfect, я? Отправил уже письмо. I think the weather will be, немесе would be fine next week. I think, present. Болашақта, значит, will be, я? Жоқ. I thought, I think қой, think болса will, хорошо? Потому что would, мына жақта жүре алмайды, would тек pastпен ғана жүреді, окей? Так, I hope это қай present simple, я? It will not change, немесе it would not change for the worse. Карине? I hope it will not change, я? I knew, өткен шақ. He is a very clever man. Немесе he was
a very clever man. I knew he was, әрине. I want to know that he has bought немесе he had bought. Вот енді ойланыңдар он үшті. Want қой, бас жағы present болып тұр. Значит, осы уақытқа дейін he has bought. I wanted болса, онда had болатын еді. I wanted болса, окей? Значит, I want деп тұр, сол үшін has bought. Окей? Бүгінге дейін болған нәрсе. I asked my sister to tell me what she asked. Значит, маңызды болып тұр. What she had seen at the museum. әрине, had seen. Молодцы, красавчики. Позашу. Кеттік ары қарай. Так. Мына жерден сіздер өздеріңіз сөйлем құраларыңыз керексіздер. Мен пока жазбаймын, мен күтемін, сіздер өздеріңіз сөйлем құраңыздар, окей? The children are playing in the yard. Сіздер былай жасайсыздар. She thought, она думала, что дети играют во дворе. That. Енді мынаны ары қарай қоямыз. Давайте жазыңдар. Мына жерде бізде she hoped. Так, he thought. Және I supposed. Түсініксіз болып тұр ма? Өзім біріншісін жазып көрсейін ба? We were sure. He thought that children played емес қой бізде are деп тұр ғой. Просто are-ны was that the children. Children көпше ғой, сол үшін was емес. Were. Просто мынаны өткен шаққа ауыстыра саламыз, потом что бізде thought өткен шақ болып тұр ғой, иә? Were playing. Екіншісі болады. Her friend will come to see her. Her friend will come to see her. She hoped. Жоқ, қараңыздар, she hoped өткен шақ болып тұр ғой, ерасыл. Значит, will неге ауысады? Her friend would come. Молодцы. Would. Her father has repaired his bicycles. He thought that father had repaired. Yeah? Потому что қараңыздар, барлығы өткен шақта ғой. Had repaired. После ауыстыра саламыз. I supposed that she knew. Yeah? Present simple да, past simple ауыстырамыз. We were sure our sportsman would win. Молодцы. Қараңыздар. Сіздерде тестта sequence of times келеді. И сонда ол мынандай примерно осындай болып келетін, бұрында осылай келетін. Бұл жерге қарайық. Мына жерде, мынау как бы sequence of tenses, бұл жерде report speech болса, report speech етеміз. Барлығында бізде мынандай бірінші тұрған етістік бар. Всегда бірінші тұрған етістікке қараймыз. Say, said, Все. Says болса, значит, сөйлем ары қарай present болу керек. Said болса, ары қарай past болу керек. Қараңыздар. Says болса. Present perfect келе ма? Present perfect. Әрине present пен present келеді, иә? Ал past пен past өзі келе ала ма? Presentқа. Жоқ, past ол бізде чмошник қой, иә? He said he buys a new dress боламайды. Дұрыс па? Қарайық. She says she will buy a new dress. Келе ма? Present futureға келе ала ма? Келе алады әрине. Present ол бізде picking girl ғой, барлығымен дос. She says she would buy a new dress. Келе ма? Келмейді. Тоже. Would ол бізде өткен шақпен ғой, иә? Келмейді. She says she bought. Опять же, present, оно past. Разве так можно? Нельзя. She says she was bought. Тоже келмейді, но тоже past болып тұр. She said she is buying. Тоже болмайды, иә? Жоқ, she said деп тұр ғой, видите? Тот же сложен же келмейді, is buying. Was келетін еді бізде. She said she has bought. Жоқ, келмейді. Тоже. Қараңыздар, мынау бізде past қой. Мынау present. Егер мынау had bought болса, онда дұрыс болады. Тоже келмейді. Сонда дұрыс ответ на жерде тек AC. Сонда көрдік па? Тупа біз мыналарға, мынаған, и мына жақтағы етістіктерге қарай саламыз. Болды. Оңай екен табу, иә?
Кеттік, мынаны енді өздеріңіз дұрыс вариантын айтыңыздаршы. My sister promised that she her work in a day. Сестра пообещала, что она закончит свою работу за день. ССБ. Would be finishing дегеніміз айтамаймыз, потому что у нас структура жоқ вообще. Это бізде ұзақ әрекет, қана жақ ұзағымыз просто бітіреді деген нәрсе. Хорошо? Біз білеміз, что promised, но нәрсе past болып тұр. Дұрыс па? Past болса, тық, мыналар керек емес. Чисто мынау екеуі қалды, но әрине с болады, потому что мынау ұзақ әрекетті білдіреді. Жақсы ма? Түсінікті ғой? Easy ме екен? Sequence of times, осы көбінесе оқушылар келді, ой, sequence of times, так непонятно деп. Мы поняли, past ол бізде черт, present ол pick me girl, future не существует. Все, бүгінгі күннің философиясы. Өткен шақ черт, қазіргі шақ pick me girl, болашағымыз жоқ. Сұрақтарыңыз бар ма? Sequence of times, past perfect бойынша сұрақ бар ма? Окей, сұрақ болмаса, бәріне жүрейік. Всем пока.